Тағы бір айта кететін жайт, сіз кәсіпкер болғандықтан, қанша адамға жұмысшыларға жаңағы айлық беріп отырғандықтан, бұл маталардың сапасы, бұлармен жаңағы бағасы, бұның барлығы сіздің пайдаңыз болып келеді. Сапасы деген не үшін сапасы? Бұның бас аяғында өзіңіз болуыңыз керек. Товарды алған кезде, өйткені әртүрлі мынау маталарды алған кезде әртүрлі брактармен келу мүмкін, әртүрлі жаңа кір болып келу мүмкін. Сондықтан бұның бәрі сіздің өніміңіздің сапасыз болуына әсер етеді. Мұның бәріне сіз міндетті түрде мән беріңіз, өзіңіз бас аяғында болыңыз, сол кезде сіздің шығыныңыз аз болады. Шығыныңыз аз болсын десеңіз, пайдасың көптеу болсын десеңіз, әр процесте өзіңіз бас аяғында жүруге тырысыңыз. Ол бастық болу, кәсіпкер болу, ол жоғарысынан басқарып жүру емес. Бұл жерде әр жұмыстың басы-қасында болып, өзіңіз жауапкершілікпен қарау. Яғни кейбір жаңағы маталар осындай алған кезде дұрыс емес болып келіп жатады. Мынандай жаңа орталарында нелер жіптер сөгіліп кеткен, немесе кір болып кеткен. Мұның бәрін жұмыс барысында көре жатарсыздар. Тәжірибемен келетін жаңағы не десем де болады, бұл кәсіп десем де болады.